Сәлем баршаңызға. Бүгін біз қайнатылмай өте оңай жасалатын огонек дайындаймыз. Бұны кейбір кезде кобра деп те атап жатады. Бұл өте дәмді, әсіресе ер адамдарға қатты ұнайды. Алдымен қызанағымды жуып, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп, 4-ке бөліп дайындап қойдым. Одан соң болгар бұрышы, оны да дәнінен тазалап, ыңғайлы етіп бөліп дайындадым. Одан соң сарымсақ қажет, қызыл бұрыш қажет болады. Оның дәнін тазаламаймыз. Осылай дәнімен бірге өткізе береміз. Одан кейін бізге аспирин таблеткасы және тұз қажет. Ал енді барлығын осылай ет тартқыштан өткіземіз. Егер сізде ет тартқыш болмаса, блендерден өткізе беруге болады. Одан кейін бір үлкендеу ыдысқа барлығын құя береміз. Ендігі кезекте менде болгар бұрыштары, оны да дәл осылай ет тартқыштан өткіземіз. Ет тартқыштан осылай өткізгеннен кейін оны жаңағы қызанағымыздың үстіне апарып қосамыз. Одан соң сарымсағымды да осылай өткізіп, барлығын бірге қосамыз және қызыл бұрышын да өткізіп қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз, толықтай араласуы қажет. Одан соң үстіне тұзымызды саламыз. Менде мұнда 3 ас қасық тұз салдым. Бірақ дәміне қараңыздар. Егер де сіздерге ащы болмаса, тағы да салуға болады. Одан кейін бізге міндетті түрде аспирин таблеткасы қажет болады. Оны осылай ұнтақтап қосамыз. Аспирин таблеткасы бұл огонектің атылып кетпеуіне, ашып кетпеуіне, жақсы сақталуына көмектеседі. Мен мұнда аспириннің 5 таблеткасын уатып қостым. Одан соң барлығын жақсылап толықтай араластырамыз және оны ыдыстарға бірден құймаймыз. Оны бір түнге холодильникке, яғни салқын жерге қойып қоямыз. Мен барлығын осылай баклажкаға құйып сақтадым. Менде шамамен 4 литрде огонек шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін.